Қайырлы күн баршаңызға, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін баяндайтын әңгімем кәрі қыз болғым келмейді. Менің жасым 33-те, әлі тұрмысқа шыққан жоқпын. Бұлайша айтқанда кәрі қызбын. Қит етсе қоғамымызда мұнша кәрі қыз бар деп статистикасын жасап, әлдекімдер осыдан мәселе тудырып жүр ғой. Ешкім де қоғамның көзіне шыққан сүйелдей болып, өздігінен кәрі қыз атанғысы келмейді ғой. Мен де кәрі қыз атанып тұрмысқа шықпай қаламын-ау деп ойламаппын. Бірақ қалай жастық шағымның зір ете қалғанын да байқамай қалдым. Жұрт секілді асып бара жатқан карьерада жасадым деп айта алмаймын. Телеарналардың бірінде журналистпін. Ел қатарлы жалақым бар. Соншалықты карьера жасауға ұмтылған кезімде болған емес. Әйтеуір бұйыртқан қызметті істеп, бұйырған жалақыны алып, үй мен жұмыстың ортасында уақыт өтіп жатыр. Әлі де үмітім бар тұрмысқа шығудан. Шынымды айтсам, тұрмысқа шығу жайлы шынындап 25-ке толған соң, айналымдағы құрбыларымның дені тұрмысқа шығып кеткен соң бастап ойлана бастадым. Қазір құрбыларымның кейбіреуі 3-ші баласын босанып алып, енді бірі 4-ші баласына аяғы ауыр. Жұмысты да үлгеріп, баланы да өмірге әкеліп, қайын жұрттың да көңілін тауып, бәріне үлгеріп жүрген құрбыларымды көргенде қызығып кетемін. Тұрмысқа да шыққым келеді. Құрбыларым, ел қызығатындай түрің бар, сымбатың да келісті, өзің тормозит ететін шығарсың дейді. Бірақ соңғы 7-8 жылда шынымен тұрмысқа шыға ғой деп ұсыныс жасағанда ешкім болмады. Дәл қазір қай жерде танысуға болатынын да ұқпаймын. Соңғы кездері жақын құрбыларымның үйіне де қонаққа барудан тартыншақтайтын болдым. Өйткені отырыста кейбір келіншектердің күйеулерін қызғанып бастайтындары жанымды жейді. Өткенде әріптестерімнің жаңадан алған үйіне қоныс тойын тойлауға бардық. Әріптесімнің курстастары, группаластары, класстастары бар дегендей адам қарасы мол болды. Артық қимыл, не артық әрекетте көрсеткенім жоқ. Жаңа ортаны жатырқап, елеусізде отырғам. Сөз берер алдында асаба болып отырған жігіттің бойдақтығымды меңзеп, сөз бергені сол келіншектер жағы сынай қарағанын байқадым. Артынша биге шақырған жігіттің келіншегі күйеуін өзінің қасына шақырып алды. Өзімді қатты ыңғайсыз сезініп, шыға сала жыладым. Үйге келгенше өксігімді баса алмай жылап келдім. Ешкімнің күйеуін тартып алатын ойым жоқ. Бірақ қасында күйеуі жоқ қыздарға бәрі сынай қарайтындай көрінеді. Содан бері 2-ші рет жақын құрбыларымның отырысы болмаса, ондай кештерге барудан қажеті жоқ екенін түсіндім. Тұрмысқа шыққым-ақ келеді, бірақ 25-тен асқан соң теңімді табу қиындай береді екен. Жұрт қызығатындай түрімде бар екенін білемін. Бірақ өзімнен 1-5 жас үлкендер әлдеқашан теңін тауып шаңырақ құрып алған. Өзіне көңілдес қылғысы келіп, 50-ден асқандар мазалайды. Ал маған ондай өмір қажет емес. Бір үйден түтінін түтетіп, күйеуімді жұмысқа шығарып салып, қарсы алып, өмірге бала әкеліп отыратын қарапайым ғана өмірді аңсаймын. Соңғы кездері өзімнен 3-6 жас кішкентайларда мазалайтын болып жүр. Бірақ бір байқағаным, олар әзір шаңырақ құруға дайын емес екен. Ұнатқандарын айтып келеді. Кездесіп біраз жүресің, ұнатып бауырда баса бастайсың. Бірақ тұрмыс құруға ұсыныс жасамайды. Олардың бос уақыттары болғанымен, менің жүре беретін уақытым жоқ. Біраз жүріп тұрмыс құруға ұсыныс жасайтын түрі жоқ болған соң, кездесуден де қашқақтай бастадым. Бір жағынан бүгінгі күні жігіттер шаңырақ құруға да асықпайтын секілді. Жақында құрбыларым жабылып жүріп, намазхан жігітпен таныстырды. Өзімнен 1 жас үлкен екенін естіп, қуанып-ақ қалдым. 1-2 рет кездестік. Жаман әдеттерге әуестігі жоқ екенін естіп, тіпті қуандым. Үй жайы жоқ екен. Жарайды. Ақша болса үй салу түкте емес, бірігіп жұмыс жасап, салып аламыз дедім. Келесі кездесуде той жасауға жағдайы жоқ екенін, айналып келгенде оның бәрі ысырап екенін жеткізді. Қанша жерде тойымда ақ көйлек киюді армандап жүрсем де, тойдың болмайды дегеніне де келістім. Ойша өз туған туыс, достарымды қыз ұзатуға шақырсам, осымен үйлену тойдың болмағанын ешкім де білмей қалады деп жоспарлап қойдым. Келесі кездескенде намазхан жігітім әзір үйленуге дайын емес екенін жеткізді. Тұрып жүре бердім. Мен шаңырақ құрып, отбасы болу үшін барлық нәрсеге көз жұма қарап отырғанымда, оның болмайтын нәрсені сылтауратқаны жаныма қатты батты. 34-ке келіп тұрып, ұнатып тұрып, үйленуге дайын болмаса қашан дайын болады сонда? Әрқашан тағдырымның өмірлік жар ретінде беріп тұрғандай болып, алдаусыратып алып қоя беретінінен алыдым. Әрқашан үміттенуден шаршадым. Әр жігіт кездесіп жүріп, соңы осылай жауапсыз қалған соң күйреп түсем. Біраз уақытқа дейін есімді жия алмай жүремін.
Жасырып қайтем, жолыңды ашып берем, 10 күнде бақытыңды жолықтырасың. Бір айда тұрмысқа шығасын деген балшы балгерлерді де жағалап көрдім. Бәрі өтірік екен. Журналдардағы танысу бұрыштарына да хат жаздым. Біреу іздеп жауап хат жазды. Сөйтсем жігіттің өзі емес, араққа салынған інісіне әйел іздеп хат жазып отырған әпкесі екен. Бірігіп арағын қойдырайық, бала туып берсең несі кірер дейді. Бас тарттым. Арағын қойса жақсы, қоймаса осы күніме зар болып қалармын деп ойладым. Шынымды айтсам, тұрмысқа шығуым керек деген ойдан шаршап та кеттім. Тұрмысқа да құлқым жоқ. Әр құрбым келесі баласын көтергенін естігенде өзім не бітірдім деп те жылап аламын. Қанша жерден түрің болса да, сымбатты болсаң да, Алла бармақтай бақ бермеген соң өте қиын екен. Кәрі қыз атанғым келмейді. Бірақ қалай атанғанымды сезбей қалдым. Қыздар, естерің болса, 25-ке келмей жатып, тұрмысқа шығудың қамын жасаңдар. 25-тен соң қанша тырыссаң да, ол мүмкіндік болмайды екен. Бұл оқиға бір ғана қыздың басынан өтіп жатқан жағдай емес. Барлық іске сабырлықпен қарап, шыдамды болыңыздар. Бәрі де бақытты болуға лайықты. Алла барлығын жұп-жұбымен жаратқан. Алдағы күндеріңізден үміт үзбеңіздер.